Көбісі білмейтін шығар, менің балалық шағым ауылда өткен. Әжетханасы далада тұратын. Қой, жылқы, тауық, қораздар далада еркін жүретін жер. Онымен қоса сиыр да бар. Ауылдың барлық жеріне түсіп тастаған. Соның кесірінен ауылдың көшесіне жүру былай көрінеді. Осы көптеген адамдардың ойлары бойынша ауылдағы адамдар күні бойы сиырды сауады, сосын ішеді деп ойлайды. Шынында ауыл бұл адамдар жұмысынан үйіне келіп, қайттан жұмыс істейтін жер. Мысалға, ауылда барлық үйде сиыр бар. Сиыр дегеніміз бұл көп масштабты боқ пен сүт шығаратын завод. Ол шөп жейді. Шөп көп жейді. Табиғат қысыңы шөп өсірмектің қойған. Сондықтан біздің ашқарақ досымызға алдын ала дайындап қою керек. Бір поляны аламыз. Почти футбольный поля ұқсайды, сосын оның бәрін шабады, сосын ол күн өз тірлігін істейді, шөп пішенге айналады, сосын пішенді кішкентай қылып жинайды, одан кейін үлкен пішенге айландырады оны. Сосын қысқа таман оны алып кетеді. Біздің отбасында 5 адам болды. Бұндай күшпен бұл тапсырманы орындау үшін 1 апта керек. Примерно азанғы сағат 7-тен кешкі сағат 5-ке дейін. Оңай секілді көрінеді. Бірақ аптама оңай ғой. Бірақта күн плюс 35 градустан көп тұр. Ал шешінуге болмайды. Себебі сенің барлық масалардың түрі шапсауы мүмкін. Олар сенің жан-жағынан қоршап алып, сенің аузыңа, көзіңе кіріп кетуі мүмкін. Оларға сен әшейін жүріп жүрген тамақ секілді көрінесің. Енді тұрасың, терлеп сасып кеткенсің, жан-жағынан масалар шағып жатыр. Сағатқа қарайсың, сағат әлі 9 болып тұр. Сол кезде өз-өзіңді успокоить етесің. Сағат қарама, тез өтіп кетеді. Қазір уақыт 11 болған шығар, енді сәл шыдасам түскі аста болды. Қазір сағат 12 болған шығар, немесе 1 болған шығар, ең басты сағатқа қарамау керек. Болды, енді сағатқа қарауға болатын шығар. Бұдан кейінгі ең жаманы жұмыстан кейін шомылуға жібермеуі. Себебі су суық, ауырып қаласың, су таза емес, шомылмайсың. Аптаның аяғына қарай, қолың ауырып, нервің шыдамай, көтің бәрі шағылған. Менің ойымша осы манақтар тауға гармония жинау үшін бекер баратын секілді. Біздің ауылға келіп, гармониямен қосып, чакрантты жинап кетер еді. Сосын жыл бойы қуанып жүресің, бәрі біткеніне. Сүт ішіп, ірімшікпен малинаны жеп, жұмыс істеген бекер болмағанын түсініп. Үстіп, келесі жылға жүресің. Осымен бітті. Каналға жазылып, лайк басып кетейік. Келесі кездескенше.